Баласы ауырып жатыр жексе де қарамай сот шақырған ғой. Баласы ауырып жатыр дегенге қарамастан да Алишаға бүгін деген сот деген шақырып больничный бар десе де қарамай бүгін үкім шығарып тастаған ғой Алишаға деген. Анелін түсіп тұрсын ма? Қастарынан түсіп тұрсын. Абаля, камера. Я вот сейчас қанша? 38, да? Вот температура балада 38 болады. Сіз нақты айтып жатсыз ғой да, скорыйда 38 температура ма балада? 38 температура мне баласында дейді. Канатова по адресу этого собой? Рыбникова. Отырған қызудан не істеп тұр ана, әлсіреп тұр уже. Атыраудың соттар айтты ғой кесінде де ауыратқан баланы. Қырсын. Татау ма? Кеше бастады ғой. Вчера началось. Сейчас мне нужно, чтобы измерить температуру. Сделай, Кира. Алды. Қойығы. 4 килограмм. Ночью сейчас не пила. Утром пила, и была температура. Сум бірден бар ма? Қашан деді? Жоқ, біткен жоқ. Көздеріне бермейсің бе? Балақ тұрған. Жедел жәрдем келіп тұр. Мына жерге ресми түсірді. Кеудесі таза, е? Бір ана үйде болу керек, мен қана соңында ғой. Жоқ, мені шақырып жатыр ғой мына сол. Үйде емес, шақырып жатыр ғой. Мен сіз атметтер болса, атметтер кетеді. Жоқ, олар соған қарамай тұр ғой олар деген. Кеудесі таза, бір ана асыл қайда алдын дегенде соны түсіндім. Осман оқшасы ғой. Самый слабый ма? Кішкене слабый емес, жақсы анаға. Аллергия емес бізге. Мына кісі айтып отыр, аугуменtin деген аллергия береді. Иә. Ол не ол? Жоқ, осман кішкене аздау, анау қатты береді. Она сказала, пока нет. Я десе, кеудесі таза, бір ана тамағы қызарып кеткен. Өйтіп отыра берсе, асылып кетуі мүмкін. Многодетная мама.
қалып тұрсың ба? Бұны тағы бола ма? Сізден тағы бола ма? Пока, председатель суда, когда нас шипай, айтпай, айтсın. қашып кететін адам ұқсап дейсің. Жақсы айтпайды. Давай, что жақсы өтмейсің. Рахмет, рахмет. Базға не істеп тұратын шығар, иә. Рахмет, рахмет, сау болыңыздар. Давай. Ал сөйлеп отыр, иә? Мгм. Сендерге осылай дәлел беру керек қой сотқа. Осылай балам ауырып отыр деп сендерге дәлел беру керек қой енді. Дәлел бердім, енді не істейсіңдер сендер? А? Мына дәлел бердім мен сендерге. Баланы әкеліп тастадым мына жерге. Қандай дәлел керек сендерге тағы? Осылай доказывать етуіміз керек па? Что мы не виноваты? Что у нас болели дети? Мы так должны доказывать. Вам. Басқаша қалай мы будем доказывать, да? Жоқ, қаяққа асығыстық болды екен бүгін деген соттың осыншама осындай шешім шығаруына. Кім? Осылай мен ашық. Я голодовку объявила. Я мне тамақ ішкен жоқпын да сенімде. Баламен шауыс сені мына жерде осындай ақпаратсыз отыр. Соттың алдында. Оның бәріне не себебін айтып кетші, Алиса. Себеп просто қудалау. Мен үстіме қудалау, аузымды жаптырду, что мен шындықты айтам. То есть мен заңмен тәртіп талап етемін деп бар ғой, сол үшін. Сен осы мына прокуратура, полиция, соттардың заңсыз әрекет жасайтын соның ішіндегі қызметкерлердің солармен сен күресесің да. Осыда сен системамен емес полный да, ол полиция керек, прокуратура керек біздерге. Бірақ сен солардың ішіндегі жүрген осы біздің мына ішкі істер министрліктеріне, мына бас прокуратураға барлығына кір келтіріп жүргендермен сен күресіп жатсың ғой да, дұрыс қой да? Иә. Дұрыс айтасыз, иә. Солармен күрескен үшін маған осылай давление оказывается осындай. Не көрсетіп жатыр, давление, штрафпен салып, то есть Алиса. Мен одан қорқытқан жоқпын. Мен қазір даже келіп жатқанмын, штраф салғаннан емес, штраф салғаннан емес. То есть объективность, открытость, всесторонне не рассматривал судебный процесс. Видите, сол үшін қазір... Жоқ, біздің президентіміздің өзі айтып жатыр, Қасым Жомарт Кемелұлы айтып жатыр. Әділетті Қазақстан, әділдік болу керек, заң мен тәртіп болу керек деп жатыр. Президентіміз қайта-қайта айтып жатыр. Бірақ оны осының ішінде отырған бір санаулы бір қызметкерлері бар, бір сотта да, полицияда да, прокуратурада өздерінің мына бір лас әрекеттерін жасауға тырысқылар келетіні. Соны сен әшкерлегесін, семен олар одан әрі өштесіп, саған осындай жасап отқан бір нелері деп ойлаймын. Қалай саған жасап отқан бір қастандықтары деп ойлаймын. Лишь бы манаға Алисаны штрафқа салсақ, олар рахаттанады, рахат болады, күшті болады, олар деп сөйтіп ойлап отыр ғой. Маған сондай қысым жасап отыр ғой. Осындай қысым жасап, мен осылай. Бірақ мен Алисаны осы турада айта кетейін, Алиса бірақ не көрмеді, ол деген манағы балдарына үйіне келіп, барлығы автоматпен келіп қорқытса да, оның барлығына да көнді. Мұрнын сындырды Алисан деген, оған да көнді. Штрафтар да салды, қаншама штрафтар салынды, оның барлығына бірақ ол сынған емес. Қазір де сынбаймын мен сынбаймын. Мен қалай әділдік талап еттім, солай талап етемін.
қалай емес заң тәртіп талап етіп солай талап етемін. Мен осымен до конца жүремін. Да, Гордей, кто приходил, ты до сих пор помнишь, да? Как приходили? Как к нам приходили? Прилазили через забор, нам открывали двери, заходили домой С чем заходили с домой? автоматами. На кого мама направляли құрсын. автомат? На маму, на папу, Еще Ужас. на кого? на детей. Да. Но никто не был наказан. Бәріне это все в рамках закона. Мама. В рамках закона. ешкім жазасын алған жоқ. Да. Ешкім жазасын алған жоқ, ол бәрі. Сондықтан маған осылай угроз жасамай ақ қойыңдар. Мен қазір деген Абуғалиева шықсын мында, Абуғалиева. Мгм. Абуғалиева шықпай, мен ешқайда кетпеймін. Қонамыз. Мына Азамат Гүлжанды Иә. Азамат Гүлжанды в отставку талап етемін. Кетсін мына соттан бар ғой, оны Верховный сотқа алып кетсенде де болады осындай. Судьяның осындай. Әділдік судья ол деген, Азамат Гүлжан деген. Осындай судьялар Верховный сотта отыру керек, осындай судьялар. Дым қарамайтын судья. Дым, ничего, ешқандай ходатайство оған керек емес. Ол тек келеді өзінің креслона, отырады, зарплатын алады, оны кету оған. Басқа оған ешқандай қызмет емес, ты виновен, ты не виновен. Оған бәрібір, ол тек келеді постановление оқу, сол үшін кету болды. Ол сол үшін келіп жатыр. Менің доводтарым сондай, потому что мен процессім солай өтті. Ол келді, бір процесс өткізді, бүкіл менің өтініштерім не удовлетворила, сонымен деген алтта процесін бітірсем. Сонымен қатар деген, мен деген больничный даме екен, ол жоқ, ол деген постановление суда вынесла приговор. Сол кезде, ол оған да қарамай. То есть, если она каждый приговор выносит, значит, ей там плюс ставит, да, осындай ол бүгін деген приговор өткізді, сол, за это она зарплату получит. Молодец, Азамат Гүлжан. Базда мен деген ұсыныс жасаймын сізге, Верховный сотта отыруын керексіз. Осындай Азамат Гүлжан деген Верховный сотта отыру керек. Жоғарғы сотқа жіберу керек бұндай. Неғып отыр олар бұнда? Заң мен тәртіп талап ететін адамдар. Неғып отыр бұнда? Міне осы жерде аштық жариялайды Алиса. Баласында жаңа температура болды. Сотқа мана больничныйын көрсетті. Оған қарамастан сенің балаң ауырып атқан жоқ деп бүгін асығыстық шешімді прям асыққан бүгін кәдімгідей. Қаяққа асыққандарын білмеймін. Сонда өткен 2 процесс қой. Қаяққа асықты? Протокол толтыруға да саған асықты полиция қызметкерлері Гопадиннің. Бірақ қазір сол жердегі протокол толтырған 2 қызметкерде Алиса үстерінен арыз жазды ғой, бірақ оларды қазір почему-то деген біреу больничныйға кетіп қалған, ол қызметкердің біреуі отпускіге кетіп қалған, тәртіптік шара қолданбасын деп. Мына сот деген кеше айтуы бойынша біз оларды шақыра алмаймыз дейді, свидетель ретінде. Себебі дейді, олар қазір больничныйда дейді. Қалай ол сонда мына жерде деген? Протоколда қалай толтырғандарын соттың алдында айтқылары келмейді екен олар деген. Қандай жасырын бар мына жерде деген? Соншамадай, осыншамай тездетіп, асығыз Алисаны толтырып тастап, Алисаға тездетіп сотқа жіберу қандай мақсат болды бұл жерде? И қазір бұлар соттың шешімін алып, ол 2 қызметкерге ешқандай шара қолданбаудың амалын жасап жатыр Алиса бұл жерде. Болды, басқа ештеңе емес. Мына жерде мен талабым 700 мың, как я еще раз говорю, мына жерде кәдімгідей судья, полиция осылай әрекеттер жасаған үшін прям посадить их надо. Мен талабым сол, отырғызу керек. Қандай наказание берді бүгін сот оларға? Сөйтіп сені мынандай ешқандай. Әлі білмейді, дым естілген жоқ тек онлайн қоса қойды. Сені қосқан жоқ. Мені маған звонок келгенде мен больницада отырдым. Баламен больницада отырдым, бір групповой келгенде, содан кейін маған бір адвокатым сұлап, осылай постановление, бірақ дым естілген жоқ. Мен сұрадым оларға вообще полиция қандай не істеді? Ештеңе айтқан жоқ, потому что біз естіген жоқпыз дейді. Біз естімей қалдық. Біз естімей қалдық.
Она, не келді. Правоохранительные органдар келді. 저 오늘 아, 님